Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен шілде-тамыз айындағы аттестация сұрақтары. Қалған нұсқаларды каналдан таба аласыздар. Сұрақтар WhatsApp желісінен алынған. 1. Тоғыспалы ықпал, жас жігіт. 2. Синоним емес сөздер, әдемі, сұлу, реңсіз. 3. Салыстырмалы шырай жасайтын жұрнақтар, ырақ, ірек. 4. Сөйлемдегі заттанып тұрған сын есім. Үйдің үлкені әрқашан өзінен кейінгіге қамқор болады. 5. Ол өзінің оң жағында тұрған қызыл көйлекті баладан есімінің кім екенін сұрады. Сөйлемдегі төлеу сөз жасап тұрған етістік екенін. 6. Қыстырма сөз. Шынымды айтсам, өзің бір қызық жан екенсің. 7. Атаулы сөйлем. Бөлме іші, ортада үстел. 8. Көлік жүре алмайтын тар жол екен. Біз амалсыздан ауылға жаяу тарттық. Берілген салалас құрмалас сөйлемнің түрі. Себеп салдар салалас. 9. Шаршап кеткен соң екеуміз трактордың көлеңкесіне жатып демалдық. Берілген сабақтас құрмалас сөйлем түрі. Жауап себеп бағыныңқылы сабақтас. 10. Публицистикалық стильдің жанрлық түрі. Жауап репортаж. 11. Бердібек Соқпақбаев. Менің атым Қожа хикаятында қожа армандаған мамандық, жазушы. 12. Аяз би ертегісінде жаманның іс-әрекетіне сүйсінген хан. Жауап жаманға өз тағын береді. 13. Хайуан білмейді, білемін деп те таласпайды. Үзіндіде автор айтқысы келген идея. Жауап хайуанмен салыстыру. 14. Бұл сөзім асып айтқан асылық емес, ойында оты барлар асылық демес. Асылық сөзінің мағынасы. Жауап астамшылық, көпірлік. 15. Еңсегей бойлы ер есім. Есім сенен есірткен. Есіл де менің кеңесім. Ес білгеннен есім хан, қолыңда болдым сүйесін, қолтығыңда болдым демесін. Үзіндіде қолданылған көркемдеуіш құрал. Ассонанс және аллитерация. 16. Бір ағаштың түбінде толық денелі, орта бойлы, қою сары шашты. Үзіндіде суреттелетін кейіпкер. Анна Ивановна. Жамаулы киім кигенім, жарлылық сеннен көремін. Үзіндінің авторы. Ақтанберді. Аққулар ұйықтағанда поэмасының мазмұнына сай, аққулардың қайта оралмауының себебі. Шошынғаннан. 19. Кенесары Наурызбай жырының авторы. Нысанбай жырау. 20. Жолбарыстың жүрек түтінер, айбатты арлы қалттынды. Жыртқыш кейіпте, жыртқыш дауысты тарғыл тұтқын өңі қызара көгеріп, зілдене безірейген зор денелі сары ала төрге бір қуара қалтырап, есі шыққан лақ теке тілмашқа бір қарады да, кенет қарқылдай күліп қоя берді. Мұхтар Мағауиннің шығармасында бейнеленген кейіпкер. Жауап Шақан шері. 21. Бірінші мәтін. Туған жер. Арал теңізінің бұрынғы қалпы қандай болғанына болжам жасаңдар. Туған жер Арал жайында біраз нәрсе білуші едім. Басқасын қойғанда дүние жүзінде жалғыз Арал теңізінің суында оттегі мол. Бекіре мен Қаяз екі-ақ теңізді аймақта, Атырау мен Аралда болды. Кейінгі кезде Балтық теңізіндегі аты шулы салақаны Аралда өсіре бастады. Ғажабы, Арал суында өскен салақалар өзінің атамекеніндегі салақалардан 2 есе ірі болып шықты. Көктем кезінде Изенді деген жерде шемая балығын аулау маусымы басталады. Бір қызығы, көктемде шемая деген балық шулағаннан көк тасына жиналады. Балықшылар да жылда осы араға келіп, бір айдай ұлы дүбір салады. Бұл кездегі балықтың көптігі сонша оларды кей жылдары Аралдағы бүкіл балық зауыттары жабылып игере алмайды. Әр журналдан бір оқып, үзіп жұлып алған шым-шым әсерлерінен дәл бір өз басынан шыққан дүниедей ғып жүргендерге Арал теңізінің осы бір көрінісін көрсетер ме еді деп ойлайсың. Айта берсең, Аралда ғажайып нәрселер көп. Нұрпейісов. Салакалар 2 есе ірі теңіз. Жауап Арал. 12. Шемая балығын аулай бастайтын мезгіл. Жауап көктем. Мәтіннің стилі. Көркем әдебиет стиль. 24. Қарамен жазылған сөздің жұрнағы. Жабылып. Жауап ырықсыз, етіс, көсемше. 25. Мәтін бойынша қате ақпарат. Жауап атамекенінде салакалар 2 есе ірі болады. Екінші мәтін. Құнанбай сапары. Құнанбай өз басы бір шешеден жалғыз бәйбішенің жалғызы, қара шаңырақ иесі, қалың дәулет пен әмір билік иесі, жасқа да көп туысынан өзі үлкен. Сол себепті үлкен әкесі Ырғызбайдан тараған
осы мына 20 ауылдың мынандай топтарының ішінен бірде-бір жаңа әлі күнге Құнанбайдың алдынан көлденең шығып көрген емес. Тіпті өкпе назы болса да ашып жарып айта алмайтын. Ал бірақ Құнанбай сойыл соғарды, қол қимылды, тізе мен ызғарды керек қылған жер болса, бұл қауымның іркілетін бірі жоқ. Шоқтай жиын мықты боп, жер алуда, ел алуда оңайдан, мал табуда бұлар Құнанбайдың қабағын қалт еткізбей түсінеді. Неше қабат бәйбіше тоқал боп жатқанымен Құнанбай бұлардың араларындағы араздық болса лезде жойып отырады. Араздық ұстағанын әлденеше рет пайдадан, олжадан қалдырып жазалап отырып өз ырқына көндіреді. Өзара бірлігі, үнемі табыс екенін жете танытқан. Соны ұққалы осы ырғызбай шетінен бай боп алды. Соңғы уақытта тіпті ішінен атысып жүретін күндес әйелдер де араздығын сыртқа шығара алмайтын боп алған. Олардың кәрісін де, жасын да, қайнысы не байын не баласы отбасынан әрі шығармай тұншықтырып басып отырады. Болмағанын не байына, не бір тентек қайнысына сабатып алып, өзгелері шоқ-шоқ деп те тұрсады. Аттыларды бастап келе жатқан кім? Жауап: Құнанбай. Келе жатқандардың ішінде қара шаңырақтың иесі. Жауап: Құнанбай. 28. 20 ауылдың мынандай топтарының ішінен бірде-бір жанның әлі күнге дейін Құнанбайдың алдынан көлденең шықпайтын себебі. Жауап: билік иесі, қатал басшы. 29. Құнанбайдың тоқал шешесінен туған. Жауап: Майбасар. Ырғызбай әулетінің жасампаз болу себебі. Жауабы: ынтымағы күшті. 5-ші нұсқаны ұсынамыз. Бірінші сұрақ: мезгіл бағыныңқылы сабақтастың баяндауыштарының жасалуы. Жауап: шаш етұлғалы есімшеден болады. 2. Туынды мағына: күннің көзі. 3. Назарын аудару мақсатында жұмсалатын сөз, қатысқан сөйлем. Д. Жұмыстан ерте кел. Қонаққа сен жеткізіп саласың, Нұркен. 4. Түнгі мал күзетінде жүретін көшпенділер, деді Аружан. Аспандағы ай мен жұлдыздардың орналасуына қарап, төл сөз бен автор сөзінің орналасу тәртібі. Автор сөзі төл сөздің ортасында орналасқан. 5. Ертең жиналыс сағат 5-те, деді сынып жетекшісі. Асты сызылған сөздерге тән қатар. Автор сөзі. 6. Шартты райға жатпайтын сөйлем. А. Деміммен еріген қар суы тамшылап бетіме ағып жатыр. 7. Оңашаланған айқындауыш. Бала туған жеріне, өз еліне қайтып оралды. 8. Себеп салдар салалас. Жауап: көлік жүре алмайтын тар жол екен. Біз амалсыздан ауылға жаяу тарттық. 9. Үстеудің мағыналық түріне жатпайтын қатар. Деректі. Ғылыми стильдің сипаты. Дәлелді, дәйекті. 11. Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас, ақтан жас» өлеңіндегі бадана сөзінің мағынасы. Жауап: батырлар соғыста киетін оқ өтпейтін болат сауыт. 12. Күдіреден бау тағып, күреуке киер күн қайда. Күмбір-күмбір кісінетіп, күренді мінер күн қайда. Доспанбет жыраудың айналайын Ақжайық толғауындағы көркемдеуіш құралдар. Аллитерация және риторикалық сұрақ. Абайдың қара сөздері. Адамгершілік, мораль мәселесіне арналған өсиет толғау. 14. Сайын Мұратбеков «Жусан иісі» шығармасындағы ауыл. Жауап: Ешкөлмес. 15. Мен қарға бойлы қазтуған, қайғыланып асып барамын. Үзіндіге сәйкес келетін қатар. Жауап: ноғайлы қазақ елімнен. 16. Төлен Әбдіковтың «Қонақтар» әңгімесінің мазмұны бойынша қария ренжулі кейіпкер. Жауап: Сапабек. 17. Қорқыт атаның тәрбиелік мәніндегі нақыл сөз. Жауап: қыз анадан көрмейінше үлгі алмас, ұл әкеден көрмейінше үгіт алмас. 18. Байладым белді бекем буайын деп, жүректі адалдықпен жуайын деп, талпынған мақсат іздеп мақұрым қалмас, адамды ғылым жолын қуайын деп. Жауап: Шәкәрім Құдайбердіұлы, жастарға. 19. Ханнан 40 туғанша, қарадан бірақ тусайшы, халықтың кегін қусайшы, артымыздан біздердің ақырып теңдік сұрарға. Махамбеттің бағаналы терек үзіндісіндегі қарадан бірақ тусайшы троптың түрі. Жауап: метонимия. 20. Есдәулеттің тағылымды тарихымызды ұмытпауға, қайсар намысты болуға үндейтін шығармасы. Жауап: біз түркілерміз. Бірінші мәтін: домбыра. Домбыра қазақтың ең көп тараған ішекті, көп пернелі музыкалық көне аспабы.
дыбыс өткізгіштігі жоғары қарағай, дыбыс жаңғырту қасиеті күшті тұт, қатты жынысты үйеңкі емен секілді ағаштардан негізінен екі түрлі әдіспен құралып не ойылып жасалады. Сыртқы нұсқасына бөлшектеріне, шек санына, дыбыс ауқымы мен ерекшеліктеріне қарай үш шекті, кең шанақты, желбезекті, тұмар, қуыс мойын, қос мойын, бүктемелі, қос шанақты, үшем аталатын түрлері бар. Домбыраның құрылыс бөліктері: басы, екі құлағы, пернелері, мойын, шанақ, бет қақпақ, ішек, ілгек, қосымша бөліктері үш түрлі: тиек, кемер ағаш, тұжым ағаш, бастырма, ойық, қалқа, түйме, өрнек, желкелік. Ән айтып, жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9, көп болғанда 14-15, күй тартарларында перне саны 20-дан асады. Ішек қағыстары да түрлі: сермеп ойнау, іліп ойнау, шертіп ойнау. Құлақ күйі әуен сазына сәйкес оң және теріс бұрау арқылы түсіріледі. Көне, қарамен жазылған сөздің синонимі. Жауап: ескі. 22. Домбыраның қосымша бөлігі. Жауап: ойық. 23. Септеулік шылау қатысқан сөйлем. Құлақ күйі әуен сазына сәйкес оң және теріс бұрау арқылы түсіріледі. 24. Мәтінге сәйкес емес сөз. Күйші. Мәтінге тән қатар. Ішек қағыстары да түрлі: сермеп ойнау, іліп ойнау, шертіп ойнау. 26. Екінші мәтін. Мәтін мәңгілік бала бейнесі. Бұл кезде қарауыл қаралы күйде еді. Қарттар жағы күңіреніп, таяғына сүйеніп күрсініп тұрған. Қара жамылған әйелдер бір-бірімен дауыс салып көрісіп, сай-сүйегіңді сарқыратып зарлап жүрген. Бастарын әрең көтеріп: айрылдық қой дейді. Болашақтан үміті жоқ бейбақ болдық қой. Ұрпақсыз тұл қалдық қой. Ата-баба жер еді. Күлің көкке ұшырды ғой. Әлсіреген әйелдер бірінің иығына бірі басын сүйеп еңіреп жылаулы. Есі шыққан Ләйла Қатираны іздеп таба алмады. Қарауылға не болғанын, неге сонша аңырап зарлап жатқанын ұқпады. Көзі атыздай болып шаранасынан шығып кете жаздап тұр. Ойпыр-ай, не күн туған, не болған адамдарға? Қыздың қол-аяғы қалш-қалш етіп, көзі жұмылып бара жатты. Қарауылдың тұрғындары сол күні қақ айырылып, үңірейіп жатқан жерді көрді. Тартылған су мен тұтылған айды көрді. Қаралы сөзінің баламасы. Қайғылы. 27. Қарауылдың тұрғындары сол күні қақ айырылып, үңірейіп жатқан жерді көрді. Жердің қақ айырылып, үңірейіп жатуының себебі. Жауап: ядролық жарылыс кесірінен. 28. Үзіндіде айтылмаған оқиға. Жауап: жақсылықтың жақсы таңы. 29. Үзіндідегі ұлттық салттың көрінісі. Дауыс салып көрісу. 30. Үзіндідегі қайғылы жағдайдың көрінісі. Қара жамылған әйелдер. 5-ші нұсқа осымен аяқталды. 6-ші нұсқа. Бірінші сұрақ. Ахмет Байтұрсынұлының пікірінше жартылай дауыстылар деп атаған дыбыс түрі. Жауап: үнді дауыссыздар. 2. Амоним бола алатын сөз. Қара. Қатыстық сын есім. Көрікті, алғыр, аяулы. 4. Концерт ертеңге ауыстырылды деді Аружан. Төл сөздің төлеу сөзге айналу реті. Жауап: Аружан концерттің ертеңге ауыстырылатынын айтты. 5. Қанатты сөз. Дос достың кемшілігін кешіре білер. 6. Қалау рай, ол үйіне жетсе игі еді. 7. Тілдегі қолданыстан шығып қалған сөздер. Архаизмдер. 8. Біз ыңғай бермеп едік. Әлендер қоғадай жапырылды. Берілген салалас құрмалас сөйлемнің түрі. Қарсылықты салалас. 9. Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Ол өзін өзі тоқтата алмай, мәуені тағы да жеуге кірісті. 10. Жергілікті сөздер. Кеден, сусамыр. 11. Ал енді айтуға да естуге де қолайсыз есімдер бар. Кімнің сөзі? Қожа. 12. Көңілімді қайғы жандырды, жазылмас жара қалдырды. Үзінді ауыз әдебиетінің қайсысына жатады? Жоқтау. 13. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Жауап: 7-ші сөз. 14. Қар күреген бала бөліміндегі қажымқан әрекеті. 10 адам көтере алмаған кеспекті көтеруі. 15. Көне түркілерде жырларды тасқа қашап жазатындар. Бәдізші. 16. Мен сенемін күн ертең, ақыл ойын пір тұтар деп ұлы өлкем деп сенген кейіпкер. Махамбет. 17. Ақтамберді жыраудың толғау үзіндісіндегі көркемдегіш құрал. Төскейге орда орнатып, төрткілдеп ошақ қаздырып, төбел бие сойғызып, төменде бидің кеңесін бізде бір құрар мекенбіз. Жауап: аллитерация. 18. Жастарға насихат. Ғылымсыз адам айуан шығармаларының авторы. Шәкәрім.
19. Төсек тартып жатқан қыз бетіне ай сәулесі түсті. Авторы мен шығармасы: Роза Мұқанова. Мәңгілік бала бейнесі. 20. Баққожа Мұқай Өмірзая романындағы аяғанның сөзі: Мені ешкім тарих ғылымына қуа алмайды. Халықтың болашағы үшін құрбан болғандар туралы бәрібір кітап жазамын. 21. Баққожа Мұқай Өмірзая романындағы аяғанның сөзі: Ұлттық сезім өлген жерде адам да өледі. 21. Бірінші мәтін: Қонақ қабылдау дәстүрі. Қазақ отбасында ерекше тән, абзал қасиеттің бірі ежелден келе жатқан қонақжайлылық. Қандай жағдай болса да құдайы қонақпын деп келген адамды жылы шыраймен қарсы алып, шамасы келгенше сый-құрмет көрсетіп аттандыру әркімнің парызы. Қонақ болу үшін оның таныс болуы шарт емес. Әрбір жолаушы кез келген қазақ үйіне қонағасыны бөлінбеген еншім деп талап етуге еркі болған. Қазақ қырықтың бірі қыдыр дейді. Мұнысы қонақты қума, оның шарапаты тиеді, бірінен болмаса екіншісінен құт келеді деп есептегендіктен болса керек. Қазақ отбасында балалар жастайынан қонақжайлылыққа тәрбиеленеді. Өйткені халық дәстүрі бойынша қонағасы берілген соң қонақтан әңгіме сұрайды. Өнерлі болса ән салғызып күй тартқызады, ертегі қисалар айтқызады. Қонақ әңгімесінде балалар әрқашан құмар болады. Адам болар бала қонаққа үйір деп те қазақ тегін айтпаған. Өйткені әр қонақтан естіген жаңалықтарын есіне сақтай білген жастың өмірде білуі, түсінуі кеңейіп, дүниеге көзқарасы қалыптасады. Көптеген нақыл сөздерді, пайдалы кеңестерді үйренумен бірге жаманшылықтан жиренуге де үйретеді. Олай болса қонақжайлылықтың тәрбиелік мәні де аз болмаған. Қазақтың парызы. Жауап: сый құрмет көрсету. 22. Мәтін мазмұнына лайықты сөйлем. Қонақ болу үшін оның таныс болуы шарт емес. Мәтіндегі тірек сөз: құдайы қонақ. 24. Балалардың құмарлығы. Қонақтың әңгімесі. 25. Қонақтың үйретері. Жаманшылықтан жиренуге. Екінші мәтін: Аяз би ертегісі. Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң оның 40 уәзірі болады ғой. Бір күні хан уәзірлермен мәжілістес болып отырып: Уәзірлерім, сендер 40-ды асып туған ақылды данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын және шөптің жаманын, құстың жаманын тауып әкеліңдер. 11 ай уақыт беремін. Сол 11 айдың ішінде тауып келмесеңдер жазалы боласыңдар, деді. Хан бұйырған соң амал жоқ. Уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кіріседі. Көп іздеп азап шегіп шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен, арасынан жүрсе киім жыртады. Мал жемейді екен, шөптің жаманы осы ғой деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, ұсқынсыз келіссіз құстың жаманы осы екен деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар бір адам 5-10 қойды бағып жүр. Есімде жоқ. Кейіпкердің пікірінше құстың жаманы мен адамның жаманы. Шеңгел мен қырғауыл. 27. Үзіндіге тән қатар. Аяз би. 28. Қой бағып жүрген адамның кейінгі тағдыры. Аяз би атануы. 29. Осы ертегі негізінде қалған мәтел: Аяз би әліңді, құмырсқа жолыңды біл. 30. Жазалы сөзінің мағынасы: кінәлі. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтардың барлығы WhatsApp желісінен өткен әріптестердің ұсынуымен оқылды. Басқа да нұсқаларды осы каналдан таба аласыздар. Дәл осы каналда барлық пәннен аттестация сұрақтарының нақты жауаптары бар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.